Сәлем достар, біз сіздермен бүгін жасалу жолы өте оңай әрі дәмді ұн қуырдақ жасайтын боламыз. Бізге ет, сәбіз, жуа, картоп және помидор керек болады. Етімізді майдалап, көбіктеп, видеодағыдай етіп турап аламыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздерге бір сәттік жұмыс маған үлкен шабыт сыйлайды. Енді сәбізімізді, пияз, жуамызды турап аламыз. Енді картопымызды турап аламыз. Негізі бұл тағам менің жолдасыма және өзіме қатты ұнайды, бірақ балалар онша ұната бермейді, өйткені сәбізді, картопты балаларымыз онша жемейді. Сол үшін картопын аз салып жатырмын, мүмкін жеп қалар деген оймен. Енді қызып тұрған майымызға етті салып, жақсылап қуырып аламыз. Мен кішкене томатты салып жібердім, өйткені түсі қызарып әдемі болады деп. Етімізді жақсылап қуырып, піскенше қуырып аламыз. Кішкене су қойып жіберсеңіздер де өте тамаша болады. Мен мына жерде су қойғанымды көрсетпеген екенмін. Етіміз жақсылап қуырмаланып қалды. Достар, етіміз қуырмаланып дегенше мен қамырымды илеп алайын деп шештім. Оған ең алдымен ұнымызға керекті мөлшерде суымызды, тұзымызды салып алып, мен қазір тұзға су құйып ертіп жатырмын. 2 ас қасық күнбағыс майын ұнға құйып қоямыз. Суымызды құйып, жақсылап тұрып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз дайын болып қалды. Енді оны жақсылап. Қамырымыз дайын болды. Бетін жауып, аз-маз уақытқа қойып қоямыз. Қамырымыз әдемі алып қалды. Енді оны жұқа қылып, жайма қамыр сияқты жұқа қылып жаямыз. Қатты жұқа болып кетпесін, өйткені қамырыңыз естіп кетуі мүмкін. Міне қамырымды жайып алдым, екеуінде өте жұқа деп, жұқа емес, нормально жайып қойдым. Енді осы қамырымызды кішкене бөліктерге бөліп алып, қызып тұрған мынандай табада екі бетін кептіріп аламыз. Өйткені біздің қамырымызды қазір кескен кезде бір-біріне жабыспайтын болады. Міне екі бетін де жақсылап осылай кептіріп аламыз. Кейін кепкен кезінде ыстықтай орап қойыңыздар, өйткені кеуіп кетсе қазір сынып қалуы мүмкін кесетін кезде. Ал қазір кептіріп жатырып бірден орап алсаңыз, сол қалпында қалады. Бір-біріне жабыспайды. Міне осылай орап қоямыз барлығын және біртіндеп кеспей қылып кесіп аламыз. Қалауларыңызша кессеңіздер болады, қалың қылып мейлінше жіңішке болғаны әдемі көрінеді. Достар, менің каналымда басқа да қызықты ақпараттар, пайдалы рецепттер бар. Каналыма тіркеліп, кіріп, видеоларды көрсеңіздер болады. Өздеріңізге пайдалы ақпарат алсаңыздар, өте қуанышты болар едім. Міне біздің тағамымыз да дайын болды. Өте дәмді, ерекше.